Өткен жылы ел үкіметі жекешелендіру бағдарламасының екінші кезеңінің жоспарын бекітті. Сол бойынша бәсекелестік ортаға мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордан 783 компанияны беру қаралған. Олардың 217-сі самұрық қазына компаниялар тобына кіреді. Қордың құрамындағы активтерді екі топқа бөлу арқылы нарыққа өткізеді. Дәлірек айтсақ, бірінші тізімге ең ірі 44 компания, енді олардың 7-еуі IPO-ға шығарылады. Қалған 37 кәсіпорынды саудалау биыл басталады да 2018 жылға дейін созылады. Ал екінші тізімдегі 173 компания электронды аукцион әдісі арқылы саудаланады. Қазіргі уақытта самұрық қазына қорындағы активтерді сатуға дайындық қарқынды жүріп жатыр. Сәкен Сейітханұлының сараптамасы. Дағдарыстың дауылы басталмай тұрып, яғни 2014 жылдың қаңтарында елдің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жолдау арнады. Сол кезде президент самұрық қазына қорының өкілдеріне мемлекет қолдап отырған компанияларға талдау жасап, жекеге беретін кәсіпорындардың тізімін анықтауды тапсырды. Ал мамандар болса, жекешелендіру бағдарламасын әзірлеп, жұмысты бастады. 2015 жылы бұл әрекет жемісін әкелді. 2 жылда жалпы сомасы 63,1 миллиард теңгені құрайтын 38 актив сатылды. Олардың қатарында Қазақстан темір жолының 22, Қазмұнайгаздың 7, Қазақстан инжинерингтің 4 және самұрық қазынаның, Қазатомөнеркәсіптің, сондай-ақ самұрық қазына жылжымайтын мүлік қорының активтері болды. 2016-2020 жылдар аралығында самұрық қазына қорының еншілес кәсіпорындарын бәсекелестік ортаға шығару ел экономикасының дамуына серпін береді. Сондай жекенің қолына өтетін компанияның бірі Еуразия Эйр әуе компаниясы. Мұнай саласына қажетті жабдықтарды тасымалдаумен айналысатын мекеменің акциясы 2 кезеңге бөлінген конкурс арқылы саудаланады. На сегодняшний день проводится оценка компании. Бүгінде компанияны бағалау жұмысы жүріп жатыр. Алдын ала жасаған есеп бойынша акцияның құны шамамен 16 миллиард теңге болады. Әуе компания өндіріске қажетті мұнай және газ құбырларын тасымалдап, қашаған жобасының жұмыстарын орындайды. Онымен бірге жеке тапсырыстарды да қабылдай береді. Мамандар компания бәсекелестік ортаға өтсе де жұмысшылар саны қысқармайды деп отыр. Өйткені сатылымнан кейін ондағы жұмыс қазіргіден артық болмаса кем болмайды. Бүгінде әуе паркі Қазмұнайгаздың еншісінде. Сондықтан компания алдағы уақытта бейінді емес активтерін рет-ретімен нарыққа шығармақшы. То, что касается другого сервиса, это... Өзге қызмет көрсету компаниялары туралы айтсақ, мәселен тамақтанудан бастап біздің нысандарды шолуға дейін бәсекелестік ортаға шығарамыз. Ол арқылы кәсіпорындар сөзсіз дамиды. Алдағы уақытта осы ұсыныстар инвесторларды қызықтыру керек. Себебі олардың болашақ жұмысының жақсы болуына белгілі мөлшерде кепілдік береміз. Өйткені біз олардың қызметіне тапсырыс береміз. Саудаланатын компанияларды қазақстандықтармен қатар шетелдіктер де ала алады. Ешкімге ешқандай басымдық берілмейді. Сондықтан әлеуметтік немесе стратегиялық маңызы бар активтерді сату кезінде бірлескен кәсіпорындарға беруге компания мүдделі. 7 компаний планируется вывести на IPO. Халықтық IPO-ға шығаруға жоспарланған 7 ірі компанияның 100% акциясы сатылмайды. Қор ол активтердің стратегиялық иесі болып қала береді. Сондықтан нарыққа шыққан кезде олардың 25%-дан аспайтын акциясы саудаланады. Жекешелендірудің жарқын көрінісі Жамбыл мемлекеттік аудандық электр станциясы. Өткен жылы самұрық қазына осы мекеменің 50% акциясын жергілікті компанияға сатқан еді. Қор дәл осындай 7 активті нарыққа береді. Әлеуметке әуелгі қажеттілік, жылу мен жарықты бірдей алатын кәсіпорын әр инвесторды қызықтырары хақ. Поэтому мы выставляем... Кәсіпорын сатылар кезде оның иесіне талап қоямыз. Бірінші, ол жалақы көлемін сақтап, жұмысшыларды қысқартпау керек. Екіншіден, актив өз қауқарын жоғалтпай, инвестициялық бағдарын сақтауы қажет. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы осы уақытқа дейін 20 ұйымын жекеге өткізген. Биыл да жаңа тізімін жариялады. Олар құрал-жабдық шығаратын зауыттар, оқу орындары және қосалқы қызмет атқаратын активтер. Ал жүк және жолаушылар тасымалын қамтамасыз ету жұмысы компанияның негізгі қызметі болып қала береді. У нас разделены компании на 2 списка.
Біздегі компанияларды екі тізімге бөлдік. 11-не басымдық бердік, қалған 27-сі қайта құрылады немесе таратылады. Негізгі міндет біз кәсіпорындарды нарыққа шығару арқылы бәсекеге қабілетті қыламыз. Ол әрине қызметтің сапасын арттырады. Мемлекеттің ең тартымды менеджер еместігі жасырын емес. Жекешелендіруге қатысты барлық ақпаратты privatization.sk.kz сайтынан таба аласыздар. Ол жерде қордың қанша активі бар, оның нешеуі саудаға шығады, барлығы жарияланған. Айта кетерлігі, жекешелендіру табысты жүзеге асу үшін арнайы мамандар жұмысқа тартылған. Олар істі одан әрі ілгерілетуге бар күш жігерлерін салмақ. Сейчас количество проводимых тендеров сокращено до 3. Қазіргі кезде тендер өткізу ағылшынша және 2 голландтық жүйеге қысқарды. Осы үлгі бойынша үрдіс едәуір жеңілдеді әрі әділ болатынын көрсетті. Алдағы уақытта осы жүйе бойынша компаниялар сатылымға шығады, ал сатылмаған кәсіпорындар қайта құрылады. Ең ірі, яғни Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго, Қазатом өнеркәсіп, Қазпошта, Қазмұнайгаз, Таукен Самұрық, Эйр Астананың 7 активі 2020 жылға дейін халықтық IPO-ға шығарылады. Сарапшылардың айтуынша дәл осы акциялар қордың дамуын жеделдетеді. Сондықтан қарапайым қазақстандықтар жақын арада бұл компаниялардың акцияларын сатып ала алады. Осылайша әркімнің қор нарығында пайда табуға мүмкіндігі мол болады. Сәкен Сейітханұлы, Арман Данышбаев, Алмат Ермекбаев, 7 күн.